Құрметті әйелдер, күйеуім жаман, енем жаман, абьюзер, тиран, тиісе береді, кінәлай береді, абысыным немесе қайынбикем деген сияқты неше түрлі нәрселерді айтып жатасыздар. Немесе солай ажырасып кетіп жатыр. Жаман дей берсек, барлық отбасыдан сондай жамандық, кемшілік табуға болады. Кемшіліксіз отбасы жоқ. Өмір болғаннан кейін сыналамыз. Барлық адамда сынақ бар. Сыналмай жатқан адам жоқ. Әркімге өзіне лайықты сынақ берген. Сол үшін сондай отбасыда қиындық, сынақтар болып жатса, ұрысып қырыла беріңдер немесе ажырасып кетіңдер деп айтпаған. Дұрыс амал әрекет жасасақ, міндетті түрде жақсы нәтиже болады. Ұрыспайтын, ыдыс-аяқ сылдырламайтын отбасы жоқ. Бәрі бір-бірін керемет түсініп, бір-бірінің мінездері сай келетін, әрдайым романтика болып жүретін ондай отбасы жоқ. Ол түгілі пайғамбарымыздың үйінде де ыдыс-аяқ сылдырлаған, ұрыс-керіс болған. Қазіргі заманның сынағы ол бізге берілген, бізге арналған. Бізді осылай сынап жатыр Құдай. Еркектерде, әйелдердің де иманы әлсіреп, қазір көпшілігі сондай қателікке, ашуға беріліп, сынақтарын одан сайын қиындатып жатыр. Сол үшін сондай адамдарға, сондай көпшілікке ермей, дұрыс амал әрекет жасап, отбасын сақтаңыз. Бақытты болуды, жүректің тыныштығы, Аллаға тапсыру, өзімізбен күресу, өзімізбен жұмыс жасау. Өздерің өзгермейінше Алла сендердің жағдайларың өзгертпейді дейді. Неге мен бірінші өзгеруім керек, неге ол өзгермейді деген көптеген адамның басында осындай сұрақ бар. Мен неге постоянно кешірім сұраймын, мен неге кішіреемін деп. Осындай сұрақтарыңыздың дұрыс жауаптарын аласыздар консультацияда. Сол үшін өмірлеріңізді қиындатып, ауырлатпай, шаршамай, қиналмай консультация алып, жеңіл өмір, бақытты өмір сүріңіздер.